Досым, осы видеоға 200 лайк жинайық. Саған сенем. Пожалуйста, 200 лайк бас. Бәріне сәлем, мен атым Бауыржан, және бұл Балкоплей анасы. Бүгін мен таңертең жасауға болмайтын 5 іс туралы айтамын. Go! Таңғы астан бас тартуға болмайды. Көпшілік көбірек ұйықтап, таңертең асығыспен ешқандай тамақ жемей жұмысқа немесе оқуға жүгіруге әдеттенген. Шынымды айтсам, бұрын мен де солардың қатарынан болғам. Бірақ бұл дұрыс емес. Күннің алғашқы 2 сағаттың ішінде адам таңғы асты міндетті түрде қабылдауы керек. Себебі түнде адамның ағзасы дененің негізгі 50% калориясын жаратады. Ал калория дегеніміз біздің энергия. Егер сен таңғы ас ішпесең, түскі асқа дейін сенің ағзандағы мүшелерінің дұрыс толыққанды жұмыс істеуіне энергия жетіспейтін болады. Екінші, төсекте телефонмен жату. Жер планетасындағы адамдардың 90% телефондарынан ешқашан арылмайды, және кешке ұйықтар алдында телефон жастықтың астына жатады. Одан кейін таңертең ояна салысымен сол телефонға кіріп, әртүрлі ВКонтактедағы әлеуметтік желілерге кіріп, сіздің таңғы уақытыңыздағы ең құнды уақыттарыңыз сол әлеуметтік желілерге кетеді. Ал егер сіз телефонды таңертең қолыңызға жарты сағат бойы алмасаңыз, онда сіз күніңізді ең пайдалы істерден бастай аласыз. Мысалы, 15 минут кітап оқу хотя бы, беті қолыңыз жуынып, спортпен шұғылдану, оның бәрі пайдалы деп санаймын. Сонда сіздің күніңіз міндетті түрде сапалы өтетін болады. Үшінші, таңертең су ішпеу дұрыс емес. Көп адамдар таңертең 1 стакан су ішуге ғалымдар кеңес беретінін біледі. Бірақ тек санаулы адамдар ғана олай істейді. Таңертең ішілген 1 стакан таза су сіздің ағзаңызды оятып қана қоймай, денеңізде түні бойы жиналған токсиндерді тазартады. Төртінші, таңертең кофе ішу дұрыс емес. Адамдар азанда кофені ояну үшін ішеді. Таңертең адамның денесі стресске ең қатты төзімсіз болады. Ал кофенің құрамында стресстің дәрежесін көтеретін кортизол бар. Ал сіз сол кофені іше отырып, сіздің ағзаңызға стресс одан да көп түсетін болады. Азанда кофе ішу әдеті сізді әлсіз адамға айналдырады. Ал аш қарынға ішілген кофе ағзаға одан да көп зиян келтіреді. Сондықтан оянғаннан кейін 3 сағат бойы кофе ішуге тыйым саламын. Таңертең бірден тұра салысымен төсекті жинау қате. Оянғаннан кейін 30 минут төсектегі ылғалды кептіру керек. Оны кептіру үшін сіз төсекті жинамай, керісінше ашып қоясыз, терезелерді ашып тастайсыз, сонда бөлменің ішіндегі таза ауа пайда болады. Сөйтіп желдетілгеннен кейін сіздің көрпелеріңіз бәрі ылғалдан кебеді. Түнде ылғалданғаннан кейін сіз бірден төсекті жинап тастасаңыз, оның ішінде ылғал болғаннан кейін оның ішінде клештар, төсектің ішінде әртүрлі вирустардың пайда болуына көп әсерін тигізеді. Сол үшін төсекті бірден жинап тастауға болмайды. Төсекті 30 минуттай ашып қою керек та, сіз бұл уақытта өзіңіздің тренировкаңызды жасай аласыз. Тренировкадан кейін төсегіңізді жинап қоясыз. Сол үшін таңертең ерте тұру керек. Достар, егер осы видео сіздерге ұнаса, лайк басып каналға тіркеліңіздер. Ал сіздермен бірге болған Балкоплей. Сау.